Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен Еркежан Жексенбаева және Қасымов Нұрбол. Бүгінгі репортажымыз Республика күніне арналмақ. 13 жылдан соң қайта оралған мерекенің маңызы мен тарихын білгілеріңіз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Биыл Қазақстан 13 жылдан кейін қайтадан бұл мерекені тойлайды. Бұл күн мерекелер қатарынан алынып тастағанымен, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұсынысы бойынша қайтадан ұлттық мерекелер тізіміне енгізілді. Әрине, тәуелсіздік күннің бастапқы мәні сақталды. Бұл күн мемлекеттік мереке болып қала береді. Бірақ тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі керек, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Қыркүйек айының ортасында Қазақстан Республикасының парламенті Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға түзетулер енгізді. Құжатқа сәйкес республика күні, яғни 25 қазан ұлттық мереке, ал тәуелсіздік күні, яғни 16 желтоқсан мемлекеттік мерекеге айналды. Республика күні қалай қайтарылды? 2022 жылы 16 шілдеде ұлттық құрылтайда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық мереке күнін республика күніне ауыстыруды ұсынды. Сондықтан қазанның 25 күні жыл сайын ұлттық мерекемізді атап өтуіміз керек. Алғаш рет республика күні мемлекеттік мереке болып 1995 жылы қазанда жарияланды. Бұл жарлыққа елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қол қойды. 25 қазан республика күні болып кездейсоқ тағайындалған жоқ. 1990 жылдың дәл осы күні Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Жоғарғы кеңестің номері 307 12 жарлығымен Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Декларацияда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының егемендігі жарияланып, Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде саяси құқықтық негіздері жарияланды. Егеменді мемлекеттіліктің іргелі қағидалары ретінде Қазақстанның жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздері бекітілді. Ал 2009 жылы аталған заңға өзгерістер енгізілді. Сөйтіп, 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні ұлттық мереке болып жария етілді. Ал республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алып тасталды. Және бұл әдеттегі жұмыс күніне айналды. Ұлттық мереке мен мемлекеттік мерекенің айырмашылығы қандай деп сұрасаңыздар, бұл мереке 25 қазан республика күні мемлекеттік мереке болып бекітілді. Бұл өте маңызды және тарихи шешім. Расымен де еліміз осы күні тәуелсіздік алды. Сондықтан да бұл мерекені Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі ретінде қабылданған дұрыс шешім деп ойлаймын. Бұл мереке Қазақстан тәуелсіздігін нығайтып, серпінін тигізеді деген ойдамын. Осымен біздің репортажымыз соңына жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.